Ибрахим алейхиссалам қауымын шақырып, ақырында олар оған зиян жасап, отқа лақтырамыз деп, ең соңында Ибрахим олардан көшіп баратқан кез еді. Мен Раббыма қарай көшіп бара жатырмын деген сөзі еді. Сонда айтады, Вақала, Ибрахим айтты дейді қауымына, Иннаматтахосту мин дуниллахи аусанан. Расында дейді, сендердің Алладан өзге нәрселерді, жаңағы мүсіндер, Алладан өзге мүсіндерді, неше түрлі жаңа жалған құдайларды, құдай тұтып жүргендеріңнің себебін айтайын ба? Дейді. Өзегін айтайын ба? Дейді. Неге оларды құдай тұтып жүрсіңдер? Мәвәттәтән байнакум фил хаяти дуния. Өйткені дүние тіршілігінде бір-бірлеріңді көңіл қалауларыңмен, қылмыстарыңмен, жаман ниеттеріңмен сүю солай ыңғайлы дейді. Қарас, мүсін соған ыңғай береді дейді сендерге. Мүсінде тәртіп жоқ қой. Ол бұйырмайды, ол тыймайды. Сендердің Алладан өзге мүсіндерді албағандарың өзара сүйіп жаңағы нәрсені. Қарас. Сол сияқты кезіндегі жаңағында бір Сталиннің несін қойып қоясында, жеге халықты соған қаратасында бір-бірін сүйіп, күнә қылмыс үшін сүйіп жүре бересің болды. Соны Ибрахим сол кезде ашып кетіп жатыр ғой көбі. Өзегің дейді, Алладан өзге нәрселерді сүйіп дейді. Сол нәрсеге деген махаббатқа қосылып тұрсыңдар дейді сендер. Алладан өзгені сүю деген махаббатта жүрсіңдер дейді барлықтарың. Міне. Сосын айтайын ба дейді, мен қалай болады жағдайларың. Сүммә яумал қияма, сосын қиямет күні, якфуру бa'дукум би бa'д. Бүгін қазір бүйтіп тұрсыңдар ғой дейді сендер Мұхаммедке қарсы салассалам, исламға қарсы міне. Бір-бірлеріңді құр сүйіп, былай болып тұрсыңдар дейді. Қиямет күні дейді, бір-бірлеріңе кәпір боласыңдар дейді, қарсы келесіңдер дейді. Міне, сондай дәрежеде қарсы келеді. Ва ялғану бa'дакум би бa'дан. Бір-бірлеріңді лағнет дейсіңдер дейді сол күні. Қарасы, лағнет дейсің, қарғайсыңдар дейді. Сосын менің айтарым сендерге, бір-бірлеріңді қарғап, қиналап, неше түрлі нәрсені айтып атқан кездеріңде дауыстарыңды мүлде естімейді дейді Рахман ол күні. Ва мауакумун нар, тозақпен аяқталасыңдар дейді. Ва ма лакум мин насирин, тозаққа кіріп баратқан кезде одан құтқаратын жәрдемшіні әсте таппайсыңдар дейді. Өйткені тозақтан құтқаратын тек Алла. Алла сүйіктің болса, міне не нәрсе құтқарады адамды. Сондықтан Бақара сүресінде бізге ғибрат ретінде Алла Тағала айтады: «Ва минан наси», адамдардың іштерінде, «ма яттахизу мин дуниллахи андада», адамдардың іштерінде Алладан өзге теңеулерді жасап алғандар бар дейді. Алладан өзге теңеулерді жасап алғандар бар. Кейде оған сіздің адамның оны сүюі бір кумир ретінде де болып кетуі мүмкін. Ол кумир. Мысалы, біреудің үйінде Брус Лидің суреті тұрса, ол жүрек құлады деген сөз болды. Болды, ол кумирің сенің. Әйтпесе неге ол сенің төріңде тұр? Адам өзі білмейді өзіне не жасап атқанында. Ол оны басқарады. Ол соған сондай ықылас жасайды. Ол оның өмірін оқиды. Құран оқылмайды. Алла нені сүйеді, оқылмайды. Ал ол нені сүйген, оқылады, қаралады оған. Не үшін өмірде кез келген әртүрлі жаңағы әлемде әртүрлі жұлдыздар жасалып тұрады сондай әрбір салада. Сол адамдар бір жаққа қарай кету үшін да. Сосын ол жаңағы бір құлшылық сияқты нәрсе емес ол. Бірақ табыну деген сөз бәрібір айтылады. Табынушылары. Я обожаю его деген сөздер кетеді мысалы. Сол сияқты анандай сөздер қосылады әдейі. Литературалар, әдебиеттер жазылған кезде обожествление деген нәрселер, богиня деген сөздер әдейі кетеді. Бірте-бірте кіре беру керек та санаға. Болмайды ондай нәрсе. Құдайдан басқа тәңір жоқ та. Сол адамдардың дейді, адамдардың іштерінде сондай теңеулерді жасап, қараңыз. Сосын қараңыздар, юхиббунахум кахуббилlah. Алланы сүйгендей сүйеді ғой дейді соны. Қараңыз. Алланы сүйгендей сүйеді. Алланы сүйгендей сүйеді дегенде,
Енді Аллаға берілмейтін ықылас беріліп атады ан жаққа. Аллаға жүрегін бере алмайды дейді өйтіп. Сосын біз сондай дүбәра болып қалмас үшін кейбір мәселелерде соларға еліктеп кетпес үшін бізге мынандай сабақ айтады сол жерде. Ал енді иман келтіргендерге келсек, олар Алланы қаттырақ сүйеді дейді. Бірақ негізінде олай емес қой бізде. Бірақ неге солай айтады? Сенің тақырыбың осы жерде, осыны түзе дейді.